Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода сағыздың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Ал оған дейін достар, лайк басып каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сағыздың зияны: біріншіден, сағыз құрамында көптеп кездесетін қант пен глюкоза ауыз қуысында бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. Екіншіден, E320, E322, E414, E422 компоненттердің салдарынан стоматологиялық аурулар пайда болады. Үшіншіден, сағыз онкологиялық және асқазан ауруларының пайда болып, ары қарай созылуына жол ашады. Төртіншіден, сағыздан тістің сыртқы қабықшасы әлсіреп, кариес пайда болады. Бесіншіден, сағыз құрамындағы химиялық заттар созылмалы тері ауруларына тууына себепкер болады. Адам баласының ағзасы кейбір компоненттерді көтере алмай, соның салдарынан теріде безеу секпіл бөртпе қаптауы мүмкін. Есіңізде болсын, сағызды бейберекет шайнауға болмайды. Сағызды тек тамақтан кейін 5-10 минут қана шайнау керек. Жағымсыз иістен арылам десеңіз, ащы сағызды 5 минут шайнап, кейін аузыңызды шайып жіберіңіз. Тәтті сағыздарға құмар болмаңыз. 3 жасқа дейінгі балаларға сағыз беруге болмайды. Сағызды жұтып қойған жағдайда көп мөлшерде су ішіңіз. Сағыздың құрамында қауіпті зат бар. Сағыздың құрамында тәтті бергіш аспартам аяғы ауыр әйелдер үшін өте зиянды болып табылады. Сағыздың пайдасы: сағыз тыныштандырады. Сағыз ден қоюға және стресс кезінде сізге жақсы қызмет ете алады және арықтауға көмектеседі. Менің өз ойым, сағыздың пайдасынан зияны көп, сондықтан да сағызды қолданбаңыздар деп кеңес берер едім. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқашанда күліп жүріңіздер. Айтпақшы достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға осы сағыз туралы не ойлайсыздар және күніне неше сағыз шайнайсыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер. Сау болыңыздар.